Орта кәсіпкерлік нысандары келешекте экономиканың көшбасшы саласына айналады. Осы мақсатқа жету үшін Бәйтерек холдингі жаңа бағдарламаны қолға алды. Мұндағы басты мақсат олардың экспорттық әлеуетін арттыру. Қайтарым аз несие, лизинг, инновациялық гранттар мен субсидия. Осыған дейін орта бизнеске мұндай жеңілдіктерді Бәйтерек холдингі құрамындағы еншілес кәсіпорындар беріп келді. Енді жаңа бағдарламаға сәйкес бұл жұмыстар бір орталықтан атқарылатын болды. Яғни бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді. В рамках данной программы мы... Басқарушы комитет кез келген кәсіпорынға қатысты жайттерді жан-жақты зерделейді. Содан кейін өндірісті модернизациялау және технологияларды ендіру сияқты кәсіпорын әлеуетін нығайту бағытында жұмыс істейді. Кредитование межбанковское и так далее. Тың жоба Даму банкі, Қазэкспорт грант және Даму қоры сынды холдингтің еншілес құрылымдар арқылы жүзеге асырылады. Негізгі басымдылық экономика секторындағы 3 салаға беріліп отыр. Олар машина құрылысы, тамақ өнеркәсібі мен құрылыс заттарын өндіру. Орта кәсіпкерлер сол көптеген инструменттерге қолдары жетпей жататыны рас. Ал шағын кәсіпкерлердің ол деңгейге жету, оның құрамында өз кәсіпорын құрамындағы басқарушылық менеджменттің шамасы оған жетпей жатады. Сондықтан орта кәсіпкер барлық жерде осы экономикасының орта буыны болады деп, солардың ішінен көшбасшы лидер дейміз, соларды таңдап, соны ары қарай өсіру. Өңірде өз өнімін экспортқа шығаруға ниетті кәсіпорындар қатары аз емес. Соның бірі Жамбыл құс серіктестігі. Бүгінде орта бизнес нысаны жылына 38 миллион дана жұмыртқа өндіреді. Әзірге оның тек 7% ғана шетке саудаланып отыр. Енді жаңа бастама бұл істің көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік бермек. Бұл өте тиімді болады, себебі біз қазір ориентироваться етіп отырмыз экспортқа, себебі импорт замещение мен экспортқа. Ол экспортқа шығарған деген сөз, ол шығарған өніміздің үлкен табысы көбейеді. Бағдарламаға қатысатын кәсіпорындар онлайн сауалнама арқылы таңдалады. Кәсіпорын қаржыландырылмас бұрын алғашқы 6 айда жан-жақты экономикалық сараптамадан өткізіледі. Ғани Қалмаханов, Эльдар Байділлә, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.